Үш торай. Баяғыда ағайынды үш торай болыпты. Үшеуінің де бойлары, түрлері доп-домалақ, құйрықтарына шейін бірдей екен. Аттары да ұқсас болыпты. Ниф-ниф, нуф-нуф және наф-наф болыпты. Жаз бойы жасыл шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықта рахаттанатын болыпты. Жаз өтіп, күз келеді. Күннің көзі бұрынғыдай қыздырмай. Сары орманның үстіне сұр бұлттар жиі үйіріле бастады. Қыстың жайын ойлану керек деді бірде ерте оянған наф-наф ағаларына. Мен суықтан қалтырап тұрмын. Біз ауырып қаламыз. Бірлесіп үй салып, бірге қыстайық дейді. Бірақ ағалары жұмысты бастағысы келмей. Жер қазып, тас тасығанша, одан да күздің соңғы жылы күндері аунап-қунап асыр салғылары келді. Үлгереміз, қысқа шейін әлі уақыт бар деп, Ниф-ниф секіре жөнелді. Керек кезде өзіме үй салып аламын деп, жерге жата кетті Нуф-нуф. Өздерің біліңдер, мен сендерді күтпей өзіме үй сала беремін деді Наф-наф. Күн суыта бастады. Ниф-ниф пен Нуф-нуф асығар емес. Олар жұмыс жайлы ойлағысы да келмеді. Олар таңертеңнен кешке шейін ештеме істемей секіруді ғана ойлады. Күнде ертеңмен уақыт өткізді. Жол жиегіндегі шалшықтардың бетіне мұз қата бастағанда ғана олар жұмысқа кірісті. Ниф-ниф ешкіммен ақылдаспай, бір кеште өзіне сабаннан үй тұрғызып алады. Ниф-нифке өзінің үйі ұнағаны сонша, ол әндете жөнеледі. Жат әлемде шарласаң да мұнда үйді таппайсың деп, жақын маңда шыбықтардан, бұтақтардан үй тұрғызып жатқан Нуф-нуфқа келеді. Оның да үйі тез арада дайын болады. Қуанған Нуф-нуф былай дейді: менің үйім жып-жылы, жап-жақсы. Қорқынышты емес, найзағаймен, тамшыдан да. Міне, сенің де үйің даяр болды. Енді екеуміздің қолымыз бос. Жүр, Наф-нафқа барайық, оны көптен бері көрмедік дейді Ниф-ниф Нуф-нуфқа. Наф-наф болса тастарды тасыды, балшықты езді. Солай ол өзіне жаңбырдан қорғанатын жылы мықты үй салып алады. Үйдің есігін еменен жасайды. Есікке тиек жасап алады, қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-ниф пен Нуф-нуф ағаларын көріп, айғай салысты. Сен не істеп жатырсың? Үй ме әлде бекініс бе? Торайдың үйі өзіне бекініс болу керек дейді Наф-наф. Сен кіммен шайқаспақшысың деп келемеш деді олар оны. Ал Наф-наф болса, жұмысын әрі қарай жалғастыра берді. Мен бәрінен ақылдымын. Үйді тастан қаладым. Ешбір аң үйге кіре алмайды. Бұл қандай аңды айтып тұр? Ниф-ниф Нуф-нуфтан сұрады. Мен қасқырды айтам деді Наф-наф. Бұл қасқырдан қорқады, ал біз ешкімнен қорықпаймыз деп кете барды. Олардың шуынан ағаш түбінде ұйықтап жатқан аш қасқыр оянады. Бұл не шу деп қасқыр торайлар жүрген жаққа қарай жорта жөнеледі. Қайдағы қасқыр? Біз оны тұмсығынан ұстап аламыз деп батырсынды торайлар. Олар қасқырды тек суретінен ғана көрген болатын. Олар ағаштың тасасында тұрған тірі қасқырды көріп шошып кетеді. Қасқыр енді ұмтыла бергенде, бұлар шыңғырып қаша жөнеледі. Әрқайсы өз үйлеріне жүгіреді. Ниф-ниф үйіне жетіп есігін жауып алады. Есігіңді аш, әйтпесе сындырамын дейді қасқыр. Жоқ деді Ниф-ниф, ашпаймын.
Қасқыр «Уф» деп 3 рет үргенде оның үйінің дымы қалмайды. Ниф-Ниф жан ұшыра қаша жөнеледі. Тез арада Нуф-Нуфтың үйінің алдына барады. Екі ағайынды есікті жауып үлгергені сол еді. Қасқырдың «Мен сендерді жеймін» деген даусын естиді. Қасқыр бір уақытта «Мен шаршадым, үйіме қайтамын» деп торайларды алдап тығылып қалады. «Сен естідің бе? Ол үйіне кетті» деп, олар қайтадан асыр салып ойнай бастайды. Ал қасқыр болса, қой терісін жамылып есікті қағады. «Мен кішкентай тоқтымын, адасып қалдым. Мені үйлеріңе кіргізіңдерші» деп жалынады. Қойды кіргізейік деп есікті аша бергенде, тісі ақсиған қасқырды көріп, есікті күшпен әрең жауып алады. Ашуланған қасқыр бар күшін салып 5 рет үрлегенде, бұл үйдің де быт-шыты шығады. Торайлар Наф-Нафтың үйіне қарай қаша жөнеледі. Ағасы есік ашып кіргізеді. Екеуі ештеме айтуға шамалары келместен, төсектің астына тығылады. Наф-Наф бәрін айтпаса да түсінеді. Есікті бекітіп, әндетіп, орындыққа жайғасады. Есік қағылады. «Бұл кім?» «Көп сөйлемей, аш есікті» дейді қасқыр. «Ашпаймыз». «Солай ма? Онда үшеуіңді де жеймін». «Жеп көр» деді Наф-Наф. Қасқыр аузын ауаға толтырып қанша үлесе де, үй орнынан қозғалмайды. Ашуға булыққан қасқыр есікті жұлқылай бастайды. Есік те ашылмады. Ызаға булыққан қасқыр тасты тістерімен қыршиып, қабырғаны тырнақтарымен тырналай жөнеледі. Тек сонда тісін ғана ауыртып, тырнағымды ауыртқаны қалады. Басын көтеріп жоғары қарап еді, пештің мұржасын көреді. Мұржа арқылы үйге кіретін болдым деп қуанады қасқыр. Ақыры мұржаның бойымен ішке түсе бастайды. Ақылды Наф-Наф пеште қайнап тұрған қазанның қақпағын ашып қойды. Қасқыр қайнап тұрған суға гүмп етеді. Қасқырдың жүні үрпиіп, көзі бақырайып, бақырайған күйі келген ізімен кері орманға қаша жөнеледі. 3 ағайынды оның артынан мәз болып қарап тұрады. Содан бері ағайынды үшеуі Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф тату-тәтті бір шаңырақтың астында өмір сүреді.